Сәлеметсіздер ме? Қарағанды қаласы номері 32-ші жалпы білім беретін орта мектебінің бастауыш сынып мұғалімі Батықова Ақерке Елқұттықызы. Әдебиеттік оқу пәні 4-ші сынып. Ғарышқа саяхат бөлімі бойынша бізді мазалаған сұрақтар тақырыбында сабақ өтетін боламыз. Балалар, оқулықпен жұмыс жасайық. Әдебиеттік оқу 4-ші сынып 3-ші бөлім оқулығы 5-ші бет 1-ші жаттығу. Суреттегі сұрақтардың қайсысына жауап бере аласың? Қай сұраққа жауап бере алатыныңды таңдап, дәптеріне сол сұраққа жауаптарды жаз. Ал енді бүгінгі өтетін мәтіннің авторы Александр Романович Беляев. 1884-1942 жылдары өмір сүрген. Ғылыми фантастикалық романдар жазған орыс жазушысы. Автордың «Қос мекенді адам» атты кітабы су астында өмір сүре алатын адам туралы. Бұл фантастикалық роман бойынша көркем фильмде түсірілген. Мәтінмен жұмыс. Ал енді балалар, оқулығымызда берілген 6-шы беттегі адам ұшуды қалай үйренеді деген мәтінді оқиық. Бұл мәтіннің авторы Александр Беляев, аударған Нұрғали Оразов. Балалар, мәтінді оқып біткеннен кейін осы сұрақтарға дәптерге жауап береміз. Бірінші сұрақ: алғаш ғарышқа ұшқан кімдер? Екінші сұрақ: қазақ ғарышкерлерінен кімдерді үлгі тұтасың? Үшінші сұрақ: адамдар ұшу аппараттарын неге ұқсатып жасады? Жауапты дәптерімізге жазайық. Ал енді балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Білім-шыны әдісі арқылы кері байланыс жүргізейік. Дәптерімізге өзіміздің қай шында екенімізді жазып қояйық. Назарларыңызға рахмет.